Ассаляму алейкум. Бүгін үлкен кісілерге қатты ұнайтын манты дайындаймыз. Ең біріншіден қарын мен қартаны тазалап, тұзбен жуып аламыз. Отқа қойғаннан кейін тұзын салып, бір қайнатқанша күтесіз. Және содан кейін шала піскен болып шығу үшін 40 минут пісіреміз. Қазір енді бұны әбден суыттым, енді кесіп мясорубкадан өткізем. Пиязы да дайындап қойдым, нанды да илеп дайындап қойдым.